Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Жұмағазықызы Фариза, Қармақшы аудандық оқушылар үйіндегі шахмат үйірмесінің жетекшісімін. Сіздермен бірге алдағы уақытта шахмат әлеміне саяхат жасауға шақырамын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шахматпен танысу. Сабағымыздың мақсаты шахмат туралы түсінігін кеңейту, оқушыларды шахмат ойыны ұғымдарымен таныстыру, шахмат тарихымен таныстыру. Шахмат ойлауды, жадыны, зейінді дамытуға ықпал етеді. Сонымен қатар ойынның құпияларын игеруге, қызығушылығын, зияткерлік қабілетті арттыру, шыдамдылыққа, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. Шахмат бұл өте көне ойын. Ол осыдан 2000 жыл бұрын ежелгі Үндістанда пайда болған. Алғашқы атауы чатуранга болған. Чатуранганы ең алғашында 4 ойыншыға арналған ойын болған. Чатуранга Үндістаннан бүкіл шығыс елдеріне тарап, орталық Азияға жеткен. 5-6 ғасырларда Иранға да жетіп, сол жерде кеңінен тараған. Сонымен қатар 7 ғасырда Иранды жаулап алған арабтар шахматпен танысады. Олар бұл ойынның атауын шатранж деп атайды. Шатранж 2 ойыншыға арналған ойын ретінде кеңінен таралады. Кейін шатранж ойыны Еуропа елдеріне тарап, атауы өзгертіліп, ойынның ережесіне толық өзгерістер енгізіледі. Шахмат туралы аңыздар мен ертегілер өте көп. Соның ішінде Бахман Шехардың шахматты қалай үйренгендігі туралы аңызымен сіздермен бөліскім келеді. Ертеде осыдан 2000 жыл бұрын Үндістан деген ғажайып елде байлығы мен күш-қуаты жағынан асқан Бахман Шехр деген шах өмір сүріпті. Өзінің мінезі өте нашар екен. Ешкіммен тіл табысып, достасқысы келмепті. Оның үстіне дүниеге көзі тоймайтын өте сараң адам болған екен. Оның чатуранга деген үлкен армиясы болған. Ол көрші жатқан елдердің барлығына жойқын жорықтар жасап, барлық елдерді жаулап алып отырған. Бұл армияда 100 000 жаяу әскер, 30 000 соғыс сәйгүліктері және аса жылдам жүретін әскери арбалар мен ең алып пілдер де осы чатуранга әскерінде болған екен. Күндердің күнінде соғыстан жау таусылып, шахтың іші пыса бастайды. Осы күні ол аңға шығып, көңіл көтермек болады. Алайда шахтың көңілін көтеретін ешбір нәрсе болмайды. Шах тез арада өзінің уәзірлері мен данышпандарына бұйрық тастап, өзінің көңіл көтеретін ерекше ойын ойлап табуды бұйырады. Сол елде Дана қарт өмір сүреді. Дана қарт Бахман Шехарға осындай керемет чатуранга ойынын үйрете бастайды. Чатуранга ойынын ойнаған уақытта Бахман Шехар осы ойында өзінің барлық әскерлерінің бар екеніне байқайды. Және де бұл ойынды аса қызығушылықпен ойнап, бүкіл елге осы ойынды ойнауға бұйрық шығарады. Осылайша бүкіл әлемге танылған шахмат ойыны қазіргі таңда ақыл-ой спорт түріне жатады. Құрметті оқушылар, бүгін біз шахматтың шығу тарихына шолу жасадық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.